Асел Ақтанжанова екі баланың анасы. 13 жастағы кіші ұлы 6 жасынан бері гемофилия дертімен күресіп келеді. Біз 2010-да туылған, 2012-де қойылды ғой диагноз. 2 жасына дейін жақсы жүрген балам. 2012-де қойылды диагноз. Гемофилия дертіне қарсы қабылдайтын препарат пен екпені мемлекеттен ай сайын тегін алып отырады. Алайда мемлекеттік ауруханалар дәрі-дәрмекті енді Қазақстан халқына қоры беретінін айтады. Ал Асел қорға сенім білдіргісі келмейді. Сол Қазақстан халқына деген фондқа беріліп жатыр екен. Лично мен өзім ана ретінде қарсымын. Өйткені мен баламның өмірі тек сол препаратқа байланысты. Егер балам өмір сүргісі келсе, мен сол препаратты уақытында алып отыруым керек. Қазақстан халқына, фондына мен сенімсізбін, шын айтайын. Алайда жауапты мамандар қордың жұмыс істейтінін, сенімсіздік білдіру негізсіз екенін айтады. Қазақстан халқына қорының арнайы сайты бар. Платформа арқылы басқа да мәселелер бойынша өтініш қалдыруға болады дейді. Әселдің Жамбыл ауданынан көшіп кеткеніне 3 жыл болған. Қазір Алматы облысында пәтер жалдап тұрып жатыр. Жамбыл ауданындағы ауруханада гематолог мамандардың болмау себебінен Алматыға көшуге мәжбүр болдым дейді. Міне қалаға ауысқалы көзім ашылды. Қазір мен міне поликлиниканың процедурныйына саламын. Бірақ Ұзынағашта болған кезде біз пропискамыз сол Греске барған кезде вообще халатное отношение дейді ғой, сондай болды бізде отношение. Жамбыл ауданында мүгедектігі бар 3716 адам тұрады. Оның 714-і 18 жасқа дейінгі жасөспірім мен балалар. Гемофилия дертіне шалдыққан балалардың тізімінде Майра есімді ананың баласы Аян да бар. Аян мектепке қатынап оқиды. Көп жүрсе тізелердің ісіп кететінін айтады. Денесінде көгерген жерлері де бар. Ал алдын ала алып қойған қажетті дәрі-дәрмегі тек 1 айға ғана жетеді дейді Аянның анасы Майра. Мен балама профилактика ғана укол беріледі. Профилактика деген ол қан ақпай тұрады ғой, мысалы аптасына 2 рет салынатын укол ғана беріледі. Менде запас укол жоқ мүлдем. Запас укол берілмейді бізге. Енді қанап, жаңағыдай больницада жатқан кезде мен мына жаққа келіп доказать етіп, міне бала больницада жатыр, өтініш укол алып беріңіздерші деп, сөйтіп барып алып кетем да, холодильникте хотя бы бір уколдай мен өзімде запаспен берсе. 17 мемлекеттік қызмет түрі көрсетіледі. Оның ішінде санаторлық курорттық жолдама беріледі, гигиеналық құралдар беріледі, тифлотехникалық, сурдотехникалық, тірек қимыл аппараты бұзылған балаларға әртүрлі көмектер көрсетіледі. Және де ауданымызда бөлімшелер бар, үйден қызмет көрсетілетін. Мүмкіндігі шектеулі балаларға үйде әлеуметтік қызмет көрсету бөлімшесі бар. Жамбыл ауданында мүгедектігі бар балалар болғанымен, аудан ауруханасында мамандар жетіспейді. Әсіресе гемофилия дертіне шалдыққан балаларды емдейтін дәрігер жоқ. Сол себепті ата-аналар қалаға баруға мәжбүр. Жамбыл ауданында орталық аудандық аурухана болғаннан кейін бізде қазіргі таңда балалардың онкогематологы штат бойынша 791 бұйрық бойынша қарастырылмаған, өйткені біз аудандық орталық ауруханамыз. Егер көп салалы болса, онда бізге қажетті мамандар болатын. Бізде қазіргі таңда науқас балаларға онкогематология бойынша қызмет көрсету, көмек көрсету, ондайлықты бір тығырылыққа тіреліп тұрған жоқ. Жамбыл ауданындағы ата-аналар мен дәрігерлер ауданға гематолог мамандардың келуін қалайды. Олардың айтуынша, аудан мен ауылдарда кадр жетіспеушілігі үлкен мәселе. Дина Айтбекова, Альбина Булатова, арнайы Мөнбер үшін.